спиральға келетін болсақ, әйел босанғаннан кейін жатыры примерно 3 ай, кейбір әйелдерде даже 6 ай орнына келеді. Яғни сіздің жүктілікке дейін жатырыңыздың көлемі примерно сіздің мына жұдырығыңызбен бірдей болса, жүктілік кезінде ол 4 килограмм бала сиятындай осындай үлкен көлемге дейін өседі. Енді сіз егер де мысалға босанғаннан кейін, окей, 1 айдан кейін спираль қойып алатын болсаңыз, ол просто-напросто түсіп қалуы мүмкін. Өйткені сіздің жатырыңыз жиырылу барысында, мысалы 3 айға дейін жиырылатын болса, ол ішіндегі нәрсені сыртқа шығарып жіберу мүмкін. И сіз ойлайсыз, мен жүктіліктен қорғандым, спираль қойдым, маған демек жүктіліктен қорғанудың қажеті жоқ деп, сіз көтеріп қалуыңыз мүмкін, егер де сізде овуляция уже жүріп жатқан болса. Өйткені жалпы сіздің босанғаннан кейін етеккіріңіз келмегені ол міндетті түрде сізде овуляция жоқ деген сөз емес. Сізде овуляция жүріп жатқан болуы мүмкін, және де сіз уже бала көтеруіңіз мүмкін. Сондықтан да негізі 3 айға дейін басқа контрацепция методикаларын қолданып, ал уже спираль салғыңыз келсе, негізі 3 айдан кейін салғаныңыз дұрысырақ болып табылады.